Қалақай шөбі туралы, менің атым Қалақай, абайла менен балақай дейтін тақпақ бар. Алайда осы қалақай шөбінің емдік қасиеті хақында адамдар біле бермейді. Қалақай тұқымдасынан бір туысы, бір жылдық не көп жылдық, қос үйлі және сиректе болса бір үйлі шөптесін өсімдік. Қалақайдың барлық түрінің құрамында ақуыз, сондай-ақ С витаминдері, илік заттар және минералды тұздар, әр түрлі органикалық қышқылдар болғандықтан ол тағам ретінде және медицинада пайдаланылады. Қалақай препаратын диабетпен ауырғанда кептірілген жапырағынан жасалған қайнатындыны қақырық түсіру және асқазанды тазарту үшін ішеді. Жаңа жұлып алған жас жапырағын сүйелге жапсырады. Қалақайдың ем болатын аурулары және қолданылуы. Жел құс қоздырған буын қабынуға, қалақай шөбін қайнатып ауырған жерлерді жуады. Қалақай тамыры жалпы буын қақсап ауырғанға, мақау ауруына, қышыма бөрткенге, қан тасуға, қол-аяқтың ұюына ем болады. Жоғары қан қысымына, қол-аяқтың ұюына, қалақай тамырынан 50 грамм алып қайнатып ішеді. Босанудан соңғы құрыспаға, жас баланың шошыма ауруына, қалақайдың жас сабақ жапырағын азырақ алып суға қайнатып ішеді. Жылан шаққанда, жас қалақайды жаншып шырынын жағады немесе таңады. Есекжемнің алғашқы кезінде, жас қалақайдың шөбін жаншып шырынын есекжем жарасына жағады. Сіздердің тыңдағандарыңыз Мақсат медициналық орталығының бас директоры, философия ғылымдарының фейжи докторы, жоғары санатты дәрігер, балалар және ересектер неврологы Мақсат Әбдіқадырұлының мұрағат қорынан алынған қалақайдың емдік қасиеті хақындағы пайдалы кеңестер. Біздің каналға тіркелсеңіздер, қазақ медицинасына тән болған бұдан басқа да көптеген құнды деректер мен пайдалы кеңестерді тыңдай алатын боласыздар.